Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Қыс бойы витаминге бай, дәмді, пайдалы, хош иісті компот ішейік. Ол үшін мұздатылған жемістер мен жидектердің ассортиін дайындайық. Әзірге менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Базардан мен шабдалы, қарақат, қара өрік, таңғурай, лимон, алма және апельсин сатып алдым. Жемістер мен жидектерді дайындап алайық. Жемістерді жуып, жақсылап құрғатамыз. Мен таңғурайды, яғни малинаны сұрыптап қана қойдым, жумадым. Ал сіздер қаласаңыз, жусаңыздар да болады. Әр жемістерді жуып, сүйектерінен тазалап аламыз. Лимон мен апельсинді аршып, тұқымдарын алып тастау керек. Лимон қабығы микробиоманың тепе-теңдігін сақтайды. Өте пайдалы, лақтыруға асықпаңыз. Оның қабығын цедрағып сақтап қойса да болады. Бірақ сүйектері токсинді улы болып келеді екен, оларды алып тастауға тырысыңыз. Барлығын біркелкі тілімдерге кесеміз. Енді біз шабдалының сүйектерін алып тастап, оны 2-ге немесе 4 бөлікке бөлеміз. Алмаларды бөліп, тұқымын алып тастаймыз. Сондай-ақ қара өріктен де сүйегін алып, 2 немесе 4 бөлікке бөліп қоямыз. Мінеки жуылған, қабығы ашылған, сүйегі алынған жемістерді дайындадық. Енді оларды зип пакеттерге салайық. Біз осындай зип пакеттерде мұздатамыз. Мұндай қаптама төмен температурада жыртылмайды және жарылып кетпейді. Мен зип пакеттің 2 түрін таңдадым. Біреуі үлкенірек, екіншісі кішірек. Үлкенірек қапқа көбірек жеміс пен жидек сиятын болғандықтан қонаққа арнап сақтап қоямын. Шамамен 6-7 литр компот шығады. Ал кішкентай қаптан 3 литрге жететін компот шығады. Ондай болса үлкен зип пакетті толтырайық. Кезекпен жемістерді саламыз. Мен 3-4 дана алма, апельсин, лимон, шабдалы, қара өрік, содан кейін қайтадан кезектеп жеміс салып, соңында жидектермен толтырамын. Сөмкені мықтап бекітеміз. Енді кішкентайырақ зип пакетті толтырайық. Оған шамамен 3-4 данадан жеміс жидек салып толтыруға болады. Зип пакетті жапқаныңызға көз жеткізіңіз. Оны дұрыс жабу өте маңызды. Мұздатылған жеміс пен жидекті мұздатқыштан алған соң оларды бөлме температурасында шамамен 15 минуттай жібіткен дұрыс. Жемістердің мөлшеріне байланысты су мен қанттың мөлшерін анықтаймыз. Мен 450 грамм жеміске 3 литр су құйдым. Енді қоспаны қайнатқан кезде қақпақ астында орташа отта біртіндеп қыздырамыз. Қазан қайнай сала қант саламыз. 1 литр суға 1,5-2 ас қасық қант кетеді. Қант толығымен ерігенше арасында араластырып тұрыңыз. Енді қазан астындағы отты баяулатып, компотты 5-7 минут қайнатамыз. Қазанның астын сөндіріп, компотты жарты сағаттай тұндырып қоямыз. Енді компотты сүзіп, ыдысқа құйып салқындатыңыз. Дүкеннің жаман сусынын ішкенше, балаларыңызға осындай дәмді, пайдалы компот жасап берсеңіздер болады. Қыс мезгілінде бұл компот дәрумендердің құнды көзі. Егерде менің парақшам сіздерге ұнап жатса, пікір қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Видеоны аяғына дейін маған сенім артып қарағандарыңыз үшін үлкен алғыс.